2025 жыл жұмысшылар жылы. Біздің бөбек жайымыз ерте жастан кәсіпке даярлау пилоттық жобасын жүзеге асыруды бастап кетті. Менің бүгінгі іс-әрекетімдегі мақсатым балаларды түрлі мамандықтармен таныстыру, олардың қоғамдағы маңыздылығын түсіндіру және ерте жастан балаларды балалар, бүгін сендерге апай мамандықтар туралы айтуға келіпті. Бізде түрлі мамандық иелері бар екен. Медина, айта қойшы, өскенде сен қандай мамандық иесі болғың келеді? Кім болғың келеді? Өскенде дәрігер болғысы келеді екен Мединаның, иә? Даяна, сен кім болғың келеді өскенде? Айта қой. Шаштарашы болғысы келеді. Сен кім болғың келеді өскенде? Милиция болғысы келеді екен. Балалар, Исмаил, сен кім болғың келеді өскенде? Милиция болғысы келеді. Адамдардың қауіпсіздігіне жауап беретін мамандық иесі боламын дейді, Исмаил. Балалар, сендер отырыңдар, апай сендерге мамандық иелерінің киімдерін көрсететін болады, иә? Балалар, қараңдаршы, бізде бірінші құрылысшының киімі екен, иә? Қараңдар, құрылысшы бізде үйлерді жасайды, үйлерді құрайды, иә? Құрылыс жасайды екен. Кім құрылысшы болғысы келеді? Келе ғой. Омар үй салғым келеді, құрылысшы боламын дейді. Омарға құрылысшының киімін кигіземіз, иә? Омар, қарашы, құрылысшыда қандай құрал-жабдық бар екенін атап өтші. Бізде, балалар, сендерді аташы, бізде балға бар екен, иә? Ара бар екен, темір қысқыш бар екен. Бұның барлығы құрылысшының бір бөлігі, құралдарының бір бөлігі ғана екен, иә? Осы жерде Омар, сен осы тұста тұра ғой. Келесі бізде мамандық аспазшы екен. Балалар, аспазшы не істейді? Ас пісіреді, тамақ пісіреді, иә? Бізде бөбек жайымызда аспазшылар сендерге тамақ пісіреді. Кім аспазшы болғысы келеді? Дария, аспазшы болғың келе ма? Даяна, келе ғой сен. Аспазшының киімін киіп, балаларға түсіндіреміз, иә? Аспазшы деген бізге дәмді тамақтар пісіріп береді екен. Балалар, аспазшының құралдарын айтайықшы. Не көріп тұрмыз? Тамақ, иә, тамақтар тұр екен. Қасық тұр екен, пышақ тұр екен, иә? Шанышқы тұр екен. Тамақ істейтін табалары, шай ішетін кружкалары тұр екен, иә? Балалар, бұл мамандық иесі бізде Даяна аспазшы боламын дейді. Келесі бізде қандай мамандық екен? Полиция, Исмаил боламын дейді, иә? Балалар, бізге егер сырттан заң бұзушылық, тәртіп бұзушылықты көрсек, 102-ге қоңырау шалып, бұзақылықты айтады екенбіз, иә? Бізде полицейский Исмаил болады екен. Балалар, тәртіпті, халықтың тәртібін тәртіп сақтаушылары болып есептеледі, иә? Бұзақыларды ұстайды, тәртіпке бағынбағандарды ұстайды екен, иә? Апай, еще қойын жоқ. Балалар, 102-ге хабарласамыз егер тәртіп бұзушыларды көрсек, иә? Қандай номерға хабарласамыз? 102-ші номерға хабарласамыз. Келесі мамандық бізде шаштарашы. Кім шаштарашы болды? Келе ғой, Дария, шаштарашы. Дария, кел. Келе отырар. Кел, Мансұр. Балалар, шаштарашы. Ол балалар білеміз, иә? Шашымызды алуға барамыз ба? Шашымызды қияды. Балалар, шаштарашының ең бірінші құралы ол қайшы. Содан кейін тара. Одан кейін шаш кептіреді, иә? Шашымызды тарайды, қияды екен. Ол мамандықтың аты шаштарашы екен. Келесі балалар, суретші екен. Суретші бізде, келе ғой, төре. Төре бізде сурет саламын дейді. Балалар, қазір киім, қандай мамандық иесі, қандай киім киіп тұр, сонымен ойын ойнайтын боламыз. Медина, күш таламыз балалар. Дәрігер болғысы келеді бізде? Медина дәрігер болғысы келеді екен, иә? Дәрігер не істейді балалар? Адамдарды емдейді екен, иә? Адамдарды дәрігерлер емдейді екен, укол салады екен, дәрі-дәрмектерді береді екен, аға? Қараңдаршы, дәрігердің қандай құралдары бар? Кеудені тыңдайтын құралы бар екен, дәрілері бар екен Мединаның, иә? Одан кейін балалар, егер де ауырып қалған адамды көрсек, біз 103-ші номерға қоңырау шалып, дәрігерді шақырады екенбіз, иә? 103-ге қоңырау шаламыз. Балалар, келесі бізде өрт сөндіруші. Кім өрт сөндіруші болады? Келе отырар. Өрт сөндіруші дегеніміз, егер де далада өрт болып жатқан жағдайда біз өрт сөндірушілерге қоңырау шалады екенбіз, иә? Өрт сөндірушінің құралдары, ол бірінші су шашатын шлангылары болады. Өртті біз сумен өшіреміз ғой, иә? Өрт лаулап жанған кезде сумен өшіреміз. Егер де жеке үйлердің терезелері ашылмай тұрса өрттің қаупінен, онда біз балдамен сындырады екенбіз, иә?
Бүгін біз мамандықтар туралы өттік, я? Қандай мамандықтар бар екенін, сан түрлі мамандықтар бар екенін атап өттік. Кім қандай мамандық иесі болатынын да атап өттік, я? Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміздің күшті керемет деңгейде өтуіне байланысты бір-бірімізге қол шапалақтап қошемет көрсетейік, я?